Мен айнаға қарап тұрып бір нәрсені түсіндім. Айнадағы қыз мен емес едім. Бірақ ең қорқыныштысы бұл да емес. Мен оның орнында қалып қойдым, ал ол менің өмірімді сүріп жүр. Бәрі қарапайым басталды. Мен жалғыз тұратынмын. Пәтерім кішкентай болғанымен өзіме ұнайтын. Ас үй, кішкентай қонақ бөлмесі, жатын бөлме. Ал дәлізде үлкен ескі айна болатын. Оны пәтерге көшкен кезде-ақ көргенмін. Айна тым үлкен еді. Бірақ мен оған мән бермедім. Күн сайын таңертең айна алдында тұрып шашымды жинайтынмын. Кейде өзіме қарап, бүгін жақсы көрініп тұрмын деп күлетінмін. Бір күні кешке үйге кеш келдім. Телефонның қуаты азайып қалған еді. Сондықтан оны зарядкаға қойып, ас үйге тамақ жасауға кірістім. Бір кезде дәлізден бір түрлі дыбыс естілді. Тық. Мен тоқтадым. Сосын тағы да тық. Мүмкін терезе шығар деп ойладым. Дәлізге шықтым. Терезе жабық. Бірақ айнаға қарағанымда өзімнің бейнеме біртүрлі нәрсе болғанын байқадым. Бірнеше секунд үнсіз қарап қалдым. Сосын өзім күліп көрдім. Айнадағы қыз да күлді. Шаршаған шығармын деп ойладым. Сол күні бұл туралы ұмытып кеттім. Бірнеше күннен кейін тағы да бір жағдай болды. Айнаға қарағанымда айнадағы қыз маған емес, артыма қарап тұр екен. Мен бірден бұрылдым. Артымда ешкім жоқ. Қайтадан айнаға қарадым. Енді ол маған қарап тұр. Бірақ бұл жолы оның жүзінде күлкі кетіп қалған. Мен өзіме, сен не істеп тұрсың дедім. Айнадағы қыз үндемеді. Сол кезде алғаш рет айнадағы өз бейнемнен қорықтым. Сол түні мен әдейі айнаға ұзақ қарадым. Бір қызығы бір нәрсені байқадым. Айнадағы бөлме менің бөлмеме ұқсайды, бірақ дәл сондай емес. Менің үстелім терезенің жанында тұр, ал айнадағы үстел басқа жерде. Менің бөлмемде 3 кітап бар, ал айнадағы үстелде бір ғана кітап жатыр. Менің тереземнің сыртында көрші үйлер көрінеді, ал айнадағы терезенің сыртында қараңғы дәліз сияқты бір жер бар. Мен жақындадым, айнадағы қыз да жақындады. Сол кезде ол қолын көтеріп айнаға алақанын тигізді. Мен де алақанымды тигіздім. Арамызда тек әйнек тұрғандай еді, бірақ алақаныма жылу сезілді. Мен бірден қолымды тартып алдым. Келесі түні ұйықтар алдында тағы да айна алдына бардым. Неге барғанымды білмеймін. Мүмкін өзімнің қорқып жүргенімді дәлелдегім келген шығар. Айнадағы қыз маған қарап тұрды. Бұл жолы ол өте тыныш еді. Мен оң қолымды көтердім, ол көтерді. Сол қолымды көтердім, ол да көтерді. Сосын мен көзімді жұмдым. 1, 2, 3. Көзімді ашқанда айнадағы қыз жоқ болып кетті. Ал менің алдымда айна емес, бөлме тұрды. Мен қолымды алға создым, қолым айнадан өтіп кетті. Мен шошып кетіп артқа шегіндім. Бірақ сол кезде артымнан біреу менің атымды атады. Мен бұрылдым. Менің дәл алдымда өзім тұрдым. Ол маған дәл ұқсайды. Сол шаш, сол көз, сол бет, сол киім. Бірақ оның жүзінде біртүрлі суық күлкі бар. Сен кімсің деп сұрадым. Ол мен бе? Сосын күліп, мен сенмін. Ол айнаға жақындады, ал мен оның артынан қарадым. Менің бөлмем айнадан көрініп тұр, бірақ ол бөлмемде мен жоқпын. Мен айқайлап айнаға жүгірдім, алақанымды тигіздім. Әйнек қатты. Тоқта, мені шығар деп айқайладым, ал ол айнаның ар жағынан маған қарап, енді бұл менің өмірім деді. Сол сәтте мен түсіндім, біз орын ауыстырыппыз. Мен айнадағы әлемде қалып қойдым. Мен бірнеше сағат бойы айнадан шығудың жолын іздедім. Бөлмелер бір-біріне ұқсайды, бірақ бәрі дұрыс емес. Ас үйім бар, бөлмем бар, дәлізім бар. Бірақ терезеден қарасам, менің қалам көрінбейді. Адамдар жүр, көліктер бар, жарықтар бар. Бірақ олардың бәрі алыстағы көлеңкелер сияқты. Мен айнаға қайта-қайта жүгірдім, ал шынайы әлемде ол менің орнымда жүрді. Келесі күні достарым менің үйіме келді. Мен оларды айнадан көріп тұрдым. Олар күліп сөйлесіп отыр. Ал менің орнымда тұрған қыз олармен бірге шай ішіп отыр. Мен әйнекті ұрып, мен мұндамын, мені көріңдер, ол мен емес деп айқайладым. Бірақ олар мені естімеді. Сосын құрбым оған қарап, сен соңғы кездері қатты өзгеріп кетіпсің, деді. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Я, айтыңдаршы, ол мен емес. Бірақ құрбым сөзін жалғастырды. Бұрын сен мұндай суық емес едің. Екіншісі, я, бұрын бәріне күлетін едің. Ал менің орнымдағы қыз, адам өзгереді ғой, деді. Бұл оның дауысы, менің дауысым еді. Күндер өте берді. Мен айнадағы әлемнен шығатын жол іздеп жүрдім. Ал ол менің өмірімді сүріп жатты. Достарыммен сөйлесті, менің жұмысымға барды. Менің киімдерімді киді, менің сүйікті тағамдарымды жеді. Тіпті менің әдеттерімді де қайталады.
Бір күні құрбым, сен қазір бұрынғыдан да жақсы болып кеткен сияқтысың, деді. Мен аң-таң болдым, өйткені ол менің орнымда менен жақсырақ өмір сүріп жатты. Бірақ мен оның жаман екенін білетінмін. Ол айнаға жақындап, олар мені әлі де сен деп ойлайды, деді. Менің жүрегім мұздап кетті. Ол менің өмірімді жай ғана ұрлаған жоқ, ол менің кім екенімді де, қайда екенімді де жасырып жүр. Бір күні айнадағы бөлмеде бұрын байқамаған бір есік бар екенін көрдім. Мен оны аштым. Екінші жағында менің ескі айнам тұр. Сол айнаға жақындадым. Айнада шынайы әлем көрінді. Ал шынайы әлемде ол қыз айнаға қарап тұр екен. Мен оған «Мені шығар!» дедім. Ол күлімсіреді. Неге? Өйткені бұл менің өмірім. Ол біраз үнсіз тұрды. Сосын, ал егер олар сені емес, мені таңдаса ше? Мен жауап бере алмадым. Мен айнаға екі қолымды қойдым, ол да қолын қойды. Бір сәтке біздің алақандарымыз бір-біріне дәл келді. Мен көзімді жұмдым, сосын бар күшіммен «Мен өз өмірімді қайтарып аламын!» деп айқайладым. Айна жарылған жоқ, ешқандай ғажайып болған жоқ, бірақ менің алдымдағы әлем бір сәтке қараңғыланды. Көзімді ашқанда мен өз бөлмемде тұрдым, шынайы бөлмемде. Терезеден күн түсіп тұр, телефоным үстелде жатыр. Мен бірден айнаға қарадым. Ол жоқ, мен жалғыз едім. Мен жылап жібердім, бәрі біткен сияқты еді. Сол күні достарым келді, олар мені көріп, «Қайда жоғалып кеттің? Біз сені бірнеше күннен бері іздеп жүрміз», деді. Мен айнаға қарадым, бейнем менімен бірге тұр. Мен жеңіл дем алдым. Сосын құрбыма қарап, «Мен қатты өзгеріп кеткен жоқпын ба?» дедім. Ол маған біраз қарап тұрды, сосын «Жоқ, бірақ сенің көзің ғана біртүрлі». Мен қайтадан айнаға қарадым. Бейнем күлімсіреді. Мен күлімсіреген жоқпын. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ал айнадағы қыз ернін қимылдатпай, сен жай ғана шынымен сыбырлағандай болды. қайтып келдің деп ойлайсың ба?